бастамас бұрын бірінші психологиялық ахуалымызды жүргізіп алайық. Отан қамқор анамыз, біз бақытты баламыз. Жарайсыңдар балалар, отыра қой. Отанымыз қалай аталады? Кім айтады кәне? Отанымыз біздің қалай аталады? Республика. Республикамыз қалай аталады? Қазақстан. Дұрыс айтасыздар, Қазақстан екен. Біздің республикамыз Қазақстан екен. Өте дұрыс. Қазақстан сөзі қандай әріппен басталып жазылады? Бас әріппен. Кәне жазып көрсете ғой, Қазақстан деген сөз жазады. Айтып жазамыз. Дауыстаймыз. Тақтада тұрғанда дауыстап, буындап, айтып отырып жазамыз. Е балалар? Сендер емес балалар. Үзбей жазамыз. Иә, айтып жаз, дауыста қазақ. Сендер дыбыстық талдау жасап жіберіңдер, кәне балалар. Мына дыбыстық талдау, міне, Қазбек кәне жасап жүр. Дыбыстық талдауды қалай жасап жатқандарын. Қазақстан. Өте тамаша. Қол соғып қойыңдаршы кәне. Отырамыз, сен мен көріп тұрмын, мен өзім көріп тұрмын балалар. Қазақстан. Оқып жібер. Қазақстан. Деген сөзге сөйлем құрап жіберейікші. Қандай сөйлем құрап болады? Қазақстан. Өте дұрыс айтасың. Келе ғой. Қыран, елім. Не болды содан кейін? Оқи ғой. Қазақстан. Қыран, елім, Қазақстан. Қандай сөйлем? Лепті сөйлем. Лепті сөйлем. Қыран, елім, Қазақстан. Лепті сөйлем екен. Не балалар? Жақсы. Не отыра ғой. Сөйлем неше сөзден құралған? Кім айтады кәне? Қол көтереміз. Ал айта ғой. Толық тұра кеп айта ғой. Сөйлем сөзден құралған. Сөйлем аумайды, көктен зулайды, қанаты қақпайды. Ол не балалар? Ұшақ. Өте дұрыс айтасыздар. Міне балалар, ұшақ. Ұшақ деген сөз қандай әріптен басталып жазылады? О деген әріптен басталып жазылады. О деген әріптен басталып жазылады. О деген әріпті дыбыстап көрейікші кәне балалар? Қалай айтылады? Созылып айтылады. Ендеше ол қандай дыбыстар қатарына жатады? Жуан айтылады. Жақсы, тағы да. Оны қандай дыбыстар қатарына жатқызамыз? Қандай дыбыстар қатарына жатқызамыз? Дауысты дыбыстар қатарына жатады екен. Қандай үйдің қонағы балалар? Қызыл үйдің қонағы. О әріпі жуан, дауысты дыбыс. Айтайық кәне бәріміз бірге. Жуан, дауысты дыбыс. Өте тамаша. Балалар, ұшақты кім жүргізеді? Кім жүргізеді? Ұшқыш жүргізеді. Қол соғып қойыңдаршы кәне балалар. Ұшқыш жүргізеді екен. Ұшқыштың қасындағы кімдер деп ойлайсыңдар балалар? Стюардесса екен. Дұрыс айтасыңдар. Стюардесса. Міне балалар, біздің ұшағымыз қайда бара жатыр? Ұшып бара жатыр. Олар кімдерді тасымалдайды? Адамдарды тасымалдайды екен. Міне мынау. Мынау баспа түрі, кітапта жазылатын түрі. Ал мынау жазбаша түрі. Ұшақ. 45-ші сабақтағы О әріпінің екі жолын ғана жазамыз балалар. Бас әріпін және кіші әріпін жазамыз. Қалғанын үйден жазып келеміз, балалар. Үзіп отырамыз, дәптерді қиғаш қоямыз. Аяла дәптерді қиғаш қоямыз. О әріпін жазамыз дәптерге. Сұрау мақсатымен қойылатын сұрақ. Олар деген ол жас орта буындағы балаларды айтамыз. Ол дегеніміз ол адамның несі?
Жынысы. Ары қарата кеттік. От. От дегеніміз не? От. Bir нәрседе ойыннан затты ұтып алу. Түзіп отырамыз, кәне балаларымыз. Келесі. Олу. Ол не балалар? Олу. Ол жәндік екен, не балалар? Оран. Оран дегеніміз ол біздің Қазақстанның қазба байлығы, жердің астындағы зат екен. Кейін үлкен классқа барғанда оқып танысасыздар. Құрақ. Құрақты кім құрайды балалар? Құрақты кім құрайды? Көрпені кім құрайды? Иә, мамамыз құрайды, апамыз құрайды. Отқыр. Оқимыз кәне. Отқыр. Tosun bağlı gülerim, handağasın dileğim. Kara zorla olmasa, koyun sen mi gülmelim? Kara zorla oynada, koyun. Nur мен Нұрлан қайда тұрады? Нұр-Сұлтанда тұрады. Жақсы. Олар қандай балалар? Қандай оқушылар? Ақылды, тағы да дарынды балалар. Дұрыс айтасыздар. Арнұр мен Нұрлан не жасады? Ұшақ жасады. Олардың ұшағы кімдерге ұнады? Оқушыларға ұнады. Кім әңгімелеп айтып береді? Кәне балалар маған осыны? Арнұр мен Нұрлан Нұр-Сұлтанда тұрады. Олар Ақылды, қандай балалар? дарынды Балалар. балалар. Олар не жасады? Ұшақ. Ұшақтары Ұшақтары кімге ұнады? оқушыларға ұнады. Ұнады. Нұрлан Қайда тұрады? Астанада. Астанада тұрады. Аха. Олар шеберханада. Аха. Олар Қандай оқушылар? дарынды Оқу. оқушылар. Мхм. Олар ұшақ құрастырды. Ұшақтары. Оқушыларға ұнады. Жарайсың. Қол соғып қояйық, кәне мына жерде ұйқасын тап ойын ойнап жіберейік. Кәне, тұра тұрыңдар. Мына жерде ненің суретін көріп тұрмыз балалар? Бөлменің. Бөлменің несі бейнеленген? Бұрыштары. Мына жерде кімнің суреті тұр? Баланың суреті. Бала тік тұр ма, жоқ әлде еңкейіп тұр ма? Бала еңкейіп, зерлеп тұр екен. Жақсы. Енді мен бірінші оқимын. Кәне мына буындарды. Ор. Бұрышқа тұр, дұрыс айтасыңдар. Оқ. Басыңды. Оқ. Жарайсыңдар. Қол соғып қойыңдар, кәне балалар өздеріңіз. Жарайсыңдар. Мына жерде қандай сөз көріп тұрсыңдар балалар? Кәне. Қос келе ғой. Тез жаза қояды, кәне. Мә. Қос бірінші жолға жаза қой. Жазық мені мына жерде. Айтып жаз. Қос. Аха. Қос. О. Иә. Шәкім. Қос. Келесі қандай сөз көріп тұрмыз балалар? Кәне. Сы. Иә, жаза. Мына жерде тағы қандай сөзді оқуға болады балалар? Тас. Келе ғой. Кел. Жылжып тұр ғой, жақсы. Келесі, сен жаза ғой. Қандай сөзді таптың? Тез. Тас. Жақсы. Тағы қандай сөз көріп тұрмыз балалар? Қандай сөз шығар болады? Мына бошақтарда. Су дейді. Су дегенде у бар ма балалар мына жерде? У деген әріп бар ма? Жоқ. Енді қандай сөз шығады? Тас деді. Тас. Қандай? Тас жазып қой жаңа. Тағы да қос деп міне. Қос. Тас. Содан кейін. Сан. Дұрыс айтады. Тағып тапты кәне сан деген сөзді. Келе ғына. Сан. Жаза қой. Сан. Жазына жеген. Сан.
шуағы деген ойынды ойнап жіберейік. Тақтаға шығып, Малика келе ғой кәне. Әріптер шуағы дегеніміз балалар, міне, көріп тұрғандарындай жерге әріптердің шуағын шашып тұр екен. Ал әріптер шуағынан біз қазір сөздерді оқимыз. Ал кәне, оқып жібереміз дауыстап. Ол, ор, олан, озақ, олор, Орт. оран. Жарайсың. Қос оқиық кәне балалар. Қаттырақ оқимыз. Олан, Дұрыс. озақ, О, дұрыс. От. Орт. Оран. Өте жақсы. Ортада тұрамыз кәне? Иә, ортада тұрамыз ал. олан, Жарайсың. озақ, олу, Орт. боран. Жарайсың. Қос оқиық. Бер қараймыз, түгеліміз балалар. Балалар мынандай сұрақ. Бүгін сонымен қандай әріппен таныстық? О әріпі қандай үйдің қонағы? Қызыл үйдің қонағы. Ол қандай дыбыстар қатарына жатады балалар? Дауысты, жуан дауысты дыбыстар қатарына жатады екен. Кері байланысып бағдаршам әдісі бойынша бағалау қызыл мен ештеңе түсінбедім. Сары маған әлі де түсініксіздей, жазыл маған бәрі түсінікті. Енді қазір біз кері байланыс жасаймыз. Бағдаршам әдісі бойынша бағалаймыз. Бағдаршамды бояп, барлығымыз мына қалташаға келіп саламыз. Қыз. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Ұнады. Жарайсыңдар балалар. Сабақ ұнаса, барлығын түсінсеңдер, осымен сабағымыз аяқталды.